Бұл терең сырдың, шынайы диалогтың және рухани құндылықтардың кеңістігі. Киелі кеңістік, отбасыңмен, өзіңмен байланыс табатын сәт. Дәл солай қымбатты тыңдаушы, 101.4 толқыны JJFM-ге құлақ түрген баршаңызға қайырлы таң. Бұл киелі кеңістік хабары. Микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы және теолог Нұрлан Байжігітұлы. Нұрлан аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, ардақты қазақ елі. Күндеріңіз ырысты, нәсіпті, берекелді болсын. Барша жаманшылықтан сақтасын. Жол жүріп келе жатқандарыңыздың жолдарыңыз ашық болсын. Жұма күнге сәйкес келіп тұр екен оразаның күні. Сондықтан осы жұмадағы ниет қабыл болсын деп айтамыз. Қасиетті Рамазан айындағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын деп, біз бүгін осы тақырыпты тарқатайық деп, әдейі арнайы сіздер үшін ортаға алып шықтық. Дұға мен тілектің түрлері, дұға тілеудің әдебі, дұға қай кезде қабыл болады, дұға дегеніміз не? Аға, осыдан бастайықшы әңгімені. Дұға деген төмендегінің жоғарға қайырлуы. Мұқтаждың мұңсызға қайырлуы. Ешқандай қажеті жоқ болған иеміз Аллаға қайырлу. Мұқтаждының. Бәріміздің мұқтаждығымыз бар ғой. Сол мұқтаждының мұңсызға қайырлуын дұға деп айтсақ дұрыс болатын шығар. Солай тәпсірлесек. Яғни ешқандай қажеті, ешқандай талабы болмаған Алла тағала Раббімізге адамның мұқтаждығы көп болған, қажеттілігі көп болған, әлсіз болған адамның қайырлуы десек дұрыс шығар. Сондықтан дұға жалпы құлшылықтың да өзегі шығар керек болса. Мынау ниеттен кейінгі екінші орын тұратын нәрсе осы дұға. Мысалы айтайық, намаз бірінші ниетпен намаз болады, содан кейін мынау шынайы берілумен намаз болады, үшінші дұғасымен болады. Өйткені адам намазды оқып, ал енді оқыдым мен, енді қабылдасаң да өзің біл, қабылдамасаң да өзің біл десе тәкаппарлық болады, менмендік болады. Жалпы дұға қылмайтын кім? Тәкаппар адам, менмендік адам, ешкімді менсінбейді ол. Ол ешкімге мұқтаж емес, ол өзін білемінің өкіріктігіне салады. Шайтанның өзінің тілеуін Құдай берген, шайтанның тілеуін берген. Сондықтан шайтанның тілеуін Құдай берсе, тіпті мен былай деп айтайын, жәннетте адамдар, жәннетте біттен барлық нәрсе орнына келді. Жәннетте өзі қызық екі нәрсе болады екен. Біріншісі, адам баласы ең бірінші адам ата жаратылды ғой. Сол жәннетте болды. Жәннетте болған кезде дейді, жүрегі тоқсымады, тоқ болмады, бір нәрсе жетпеді. Бәрі болса да. Бәрі бар. Аңсаған арманы, не қалайды бәрі бар. Сол кезде оған Хауа керек болды. Сонда Алла мынаған жұп керек болып тұрғаны біліп Хауаны жаратты дейді. Міне көрдіңіз бе? Енді былай қарасаң, қазіргі ана мұсылман, кез келген мұсылманның арманы жәннет болса, жәннеттегі адам ата Хауаны қалап жүр ғой, былайша айтқанда. Көрдіңіз бе? Қандай дүние. Екіншісі, жәннеттегілердің де дұғасы қабыл сұранады екен. Жәннетте дұға қылатын жер емес, бірақ жәннетте де дұға қылады екен да адам. Сол тілеуін Құдай береді екен адамға. Сондықтан дұға бұл адамның бір қаруы дейміз ба, керек десе хадисте былай келеді, мұхқыл деп келеді. Мұх деген, егер адамға айтылған болса, басқа айтылған болса ми, егер мынау адамның денесін айтылған болса, соның кәдімгі омыртқа жіліншік, ең жіліншігі, омыртқасы ең негізгісі, кез келген нәрсенің негізі, түбірі деген сөз араб тіліне алғанда. Сонда ад-дуғаул мұхқыл ғибада десе, ғибадаттың, дұғаның кәдімгі бүкіл өзегі, миы. Мысалы адамға мұх десе, мафи мұх десе, жынды деген сөз болады. Ақылы жоқ, санасыз деген сөз. Енді бастың адам дегендегі сана бола, ол мұх жаңағы ақыл болатын болса, дұға кез келген ғибадаттың өзегі, негізі, миы, қозғалтатын күші дейміз ба, барлық негізгі нәрсесі сол дұға болады. Сондықтан дұғасы бар адамның қалқаны бар дейді, дұғасы бар адамның қорғаны бар дейді, дұғасы бар адамның дұғасының жаңағы шайтаннан қорғанар дүниесі бар. Өзі мұсылмандардан сұрайды ғой, нең бар дегенде, ештеңем жоқ, бірақ дұғам бар менің дейді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мұсылманның мына біреуге зұлымдық қылма дейді. Зұлымдық қылдың ба, онда қаш дейміз. Неге? Оның дұғасынан қаш. Кешірім сұра берме, онда қаш.
Неге? Өйткені дұғасы оның қуып жетеді саған. Біреуге қиянат жасама деп. Сондықтан дұға бұл ең үлкен нәрсе, сол дұғасы бардың қорғаны бар. Енді бұны кейбір адамдар жаңа тағы да түсінбей қалмасын. Мұсылман деген тек қана дұға қылып отыра беру керек деген жоқ, олай емес. Әрекеті етеді, берекесін Құдайдан сұрайды өзі. Солай ғой. Сондықтан біз берекені ынтымағы жаратқан елден, сол ынтымақталып келген халық немен болады? Дұғамен болады да. Сондықтан дұғасының ең үлкен дұғаларға адам талпыну керек. Қабыл болады ау, қандай дұғамыз қабыл болады? Дұғаның қабыл болуының жаңағы қазір уақыт жеткенде әдептерін айтып өтеміз. Соның басы ниет дұрыс болу керек. Ниет. Шын ниетімен дұрыс нәрселер дұрыс сұрау керек. Яғни дұға деген осы екен деп, анау мысалы айтайық, біреу өліп қалсын, жұмыстағы бастығым өліп қалсын, бәрін деп біреудің басына өлім тілеп, біреуге қайғы тілеп, ол жақсы нәрсе емес. Ана ұлтымызда бір жақсы сөз бар ғой, бабаларымыздан қалған, біреуге өлім тілегенше, сұрағанша, дұға қылғанша өзің өмір сұра деген. Сол тәмсілді ұстанып қалуымыз керек, жақсылық сұрау керек деген сөз ғой. Сол жақсылыққа жетесіз. Дұғаның өзі, білесіздер ме не? Дұға мотивация. Мысалы, біреуге дұға қылсаң, оған серпін пайда болады. Сен тілеуіңді берсін Құдай, саған алыс жұмысыңды алға бастырсын деген адам, бүйтіп түңіліп отырған адам басын көтеріп, қанаттанып қалады. Қанаттанып, ол адамға бір жігер пайда болады. Дұға деген сол адамға жігер, мотивация беретін дүние. Алғалай жетектелейтін дұға. Өзі кішкентай бала кезінде дұға алған адамдардың барлығының мен көрген әжелеріміз, аталарымыз, немелерін, балаларын жетектеп осыған бата қылышы деп, үлкені бар, аузында дуалы кісі бар, зиялы бар, барлығын батасын алған. Қазір енді сәл асырып айтатын болсақ, қазақпыз ғой, асырып айтатын. Жерге аяқ тимей ұшып жүрген бала. Жігіт азамат тұлға болды. Неге? Өйткені сол тілеуі қабыл болды. Көптің тілеуін алды. Анау жаңағы ботасын алма, батасын ал, бата сол тілек қой, дұғасын ал, батасын ал, батадан бағың жана, түйе өліп қалады деген сөз осы сөз. Сондықтан дұғасын ала жүрейік кімнің болса да. Енді сіздің айтқан осы уақытқа дейін әңгімеңізге терең бойласақ, дұға тілемейтін адам ол тәкаппар адам дедіңіз, иә? Ал енді Алладан тілек тілемей, Алладан сұрамай, көбіне адамдарға жүгінсе адам. Бұл нені білдіреді сонда? Бұл түбі реніш болатын білдіреді. Өйткені мысалы бізде солай ғой, бір әулеттен бір адам шықса, бір бақуатты, бір жұмысы жүріп, кәсіпкер болып, қолына қаражат дейсе, біздің туысқандардың бәрі Құдайдан сұрамайды. Содан сұрайды, анадан сұрайды. Өзі адамнан сұрағанның өзі дұғасы өтпейді, адам Алладан сұрау керек. Алла береді адамға, соны білу керек та. Өзі Алла деген ар болмас дегендей, Алла деген адамға Құдай береді өзі. Ал енді адамға біздің мына бүкіл кішкене қолында кәсіпте жүрген азаматтардың барлығы біледі, туысқандары ол адамға ренжулі. Неге? Өйткені беру керексің деп есептейді да. Бұл Құдай, ананы Құдай қылып санап алған. Ол адам емес қой, тарихта Сүлеймен деген пайғамбар қойған. Байдың байы болған. Сол мен біреуді бай қылам, мен сені жартам, мен сені саған тұқымыңа берем, сені ұрпақтан ұрпаққа жететіндей бай қылам дегенде, бриллиант дейміз ғой, жаңағы бриллиантты беріп, басына сол меруертті берген кезде, сол меруерттің өзін алып тұрып, үйіне жарата алмаған. Біреуінен құс алып кеткен, біреуін жоғалтып алған, біреуін ұрлатып алған. Сонда Сүлеймен келіп, өзі мен осындай байлығыммен адамды бай қыламасам, Құдай бермесе адамға дарымайды екен ғой өзі. Деп Сүлеймен бай бұрылып кеткен дейді ғой. Оның байлығы есептеледі сіз дүние болған. Егер Сүлеймен бай тамаса, онда сіз бен біз бай тамаймыз. Өз Құдай берсін деп тұрау керек өзі. Рахмет. Бізге WhatsApp желісіне көп сұрақтар келіп қалыпты. Қазір бірінен соң бірін оқиын сізге. Ассалаумағалейкум Нұрлан аға, бизнесіме батаңызды беріңізші депті бір кісі. Нұрлан аға сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум деп, менің бір сұрағым бар еді. Ажырасқанмын, қолымда мешітте неке қиғанда берген неке куәлігі бар, өртеуге бола ма? Ішінде арабша жазулары бар екен деп. Кейінгі жолдасыңыз көріп қалып, ортаңыз әлі қимай жүрсін бе деп төбелесіп кетпесін, одан кейін тастап өртеп жіберіңіз, кетсін сондарға. Кейбіреу сақтап жүреді, несін сақтайсыз оны? Суреттерін, бұрынғы ажырасып кеткен, кетіп қалған адамның суретін сақтап, яки болмаса анда-санда қарап қоямын деп несін сақтайсың оны? Болды, өткен кетті, болмағанға болды, оның көйлегін, киімін, заттарын, суретін, жаңағы неке куәлігін сақтаудың керегі жоқ, тастаңыз болды. Енді дұға не екенін айтып өттіңіз, енді дұғаның түрлері болады. Қандай? Дұғаның ең жаман түрінен бастайықшы. Дұғаның жаман түрі
біріншісі біреуге жаманшылық тілеу, біреуге өлім тілеу, біреуге қайғы қасірет тілеу, екіншісі өзіне тілеу. Жаңағы өз-өзім өліп қалайын, осыны көргенше кейбір адамдар айта береді ғой, жаңағы сендердің бұндайларыңды көргенше өргенім дұрыс еді, жердің астына кіргенім дұрыс еді. Бұл да бір дұға. Бұл дұғаның бір нәрсесі. Асықпасаң кіресің, кішкене қалды өз өмірде. Сондықтан бұл жақсы емес. Өзі адам жақсы сөз жарым ырыс деп ұлтымыз бекер айтпайды ғой өзі. Жақсы сөйлеп үйрену керек. Тіліңді жақсылыққа үйрету керек. Жаңағы бұйырмасын, жарымасын, ойбайын бүйт көрмесін, бұл түбі соған алып келеді, соны ойбайлатып қояды адамды. Сондықтан ұрпақтан ұрпаққа кетеді бұл нәрсе. Мен бір кісіні білетім, ерте кезде бұйырмасын деп көп сөйлейтін. Бір нәрсе сұрасаң бұйырмасын дейді. Бір нәрсе аталарымыз айтатын, оның ана елдің ішіндегі лақабаты, кличкасының өзі бұйырмасын екен. Бәленшеге барасың ба, бұйырмасынға баратын деп қояды екен. Сөйтіп айта береді. Шын мәнінде не өзіне бұйырмады, қандай кәсіп істеді бұйырмады, сол кәсіпті ары қарай не ұрпақ ұстамады, не немереге өтпеді, не шөбереге өтпеді, талан тараж болып, ақыры отбасының тоз-тоз шықты. Сондықтан өзі жақсы сөзге адам берік болу керек. Дұғаның үлкені жақсы нәрсе. Ол ауыздағы сөз, ол дұға түбі. Дұға ол адамның тағдыры. Түбі тағдыр қалып келеді. Тағдыр бұзылғаннан кейін сіз кімге ренжисіз? Сондықтан жақсы сөз сөйлеу керек, жақсы сөз жарым ырыс деп халқымыз бекер айтпайды. Мынау енді біреу сізге қиянат жасаса, сондан үндемей отыра беру керек па дегенде жоқ, жақсы дұғаға үйреніңізші. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымызда ана кәпірлер ұрып соғып әбден қинағанда сахабалар келіп, осыларға бір теріс бата берсеңіз, өліп қалсын, қырылып қалсын бәрі дегенде, бұлар білместікпен істеп жатыр, бұлар білсе осылар істемейтін еді, бұлардың тұқымдарына берсін, бұлардың ұрпақтарына берсін деп келешекке дұға қылған. Біз де тура сол сияқты дұғаны үйреніп алайық. Жаңағы қатты ашуланған кез келсе, сен осы бетте жаңағы намазхан бол, немесе бір жақсы адам бол десеңіз, сіз мынаны түсіну керек. Адам тілек тілегенде қасында періштелер болады. Сол періштелер сізге тілек тілейді. Сен біреуге жамандық тілесең, періштелер сізге жамандық тілейді. Саған да бұйырсын, саған да бұйырсын деп тұрады екен қазақша айтқанда. Мысалы біреуге ұзақ өмір тіледіңіз ба? Періштелер саған берсін. Өзіңізге де. Өзіңе кел дейді. Саған береді. Сенің тілеуің қабыл болмауы мүмкін. Бірақ періштенікі сөзсіз қабыл кетеді. Өткен періште ол. Сол үшін жақсы сөз жарымыз дейтін сол, жақсы сөз айта берейік. Мен өзінде өмірде де көргенім, өте жиған тергенінен көргенім, адамның аузындағы сөзі көп, дұғасы өзінің басына өзі бағы, яки сорын өзі жағады адам. Ешкімге ренжімеңіз, не өкіметке, не бастығыңызға, не сыныптасыңызға, досыңызға, әркім өз-өзіне өз тілден табады. Басқа бәле тілден дейді. Қазақ жаңағы бекер айтпайды, жаңағы осы сөзді 10 бәленің 9-ы тілден болады адам бар. Соқтан жақсы сөз жарым ырыс, өз аузымызбен өзіміз тілеп аламыз. Соқтан айтыңыздар, балаларға сен адам боласың, сен келешегің жақсы болады, өмірің бекен болады, сен ұлттың азаматы боласың деп. Соқтан бір тілегі қабыл болады да адамның. Бұл біз одан кейін айтқан кезде қабыл болып кету керек та бізге. Деген кезде төбеден пытыр мә деп түсу керек сразу. Олай болмайды. Мысалы пайғамбар, Нұх пайғамбар және Лут пайғамбардың дейді, тілеген дұғалары 7 жылда қабыл болды дейді. Соған қарағанда ғалымдар айтады, дұғаның қабыл болу мерзімі 7 жылға дейін барады дейді. 7 жылға дейін. Оның өзі шынайы болса. Одан кейін кейбіреулер мынаны түсіну керек, ол нәрсе сізге қайырлы болмауы мүмкін. Мысалы, әсіресе жас қарындастарымыз дұға қыла береді, Русланға күйеуге шықсам, әдемі де ол да жылтыр бет, оған қарамайды, Русланға ғашық бәрі. Сіз де қарап қалдыңыз ғой, ойланып, кім есіңізге түсіп еді. Сондықтан жаңағы Руслан ұстай береді, бірақ Алла біледі да, ол Русланның жауыз екенін біледі. Руслан ертең сенің қадіріңді білмейді. Сен оның артынан жүгіресің, мен саған жүгірген жоқпын, сен өзің жүгіргенсің мен артымнан деп ұрып тоқпақтап басыңды әбден қинауы мүмкін, сарсаңға салуы мүмкін. Сондықтан Алла сені ол нәрседен қорғап тұруы мүмкін. Руслан болмаса қайрат бар, қайрат болмаса қанат бар. Қайырлысын сұрап үйрену керек. Маған қайырлы болса бер, қайырлы болса берме деп. Біз білмейміз ғой ненің қайырлы екенін. Сондықтан дұғаның өз негізгі жаман дұғаларын біреуге айттым ғой, біреуге жаманшылық тілеу. Одан кейін өзіне жаманшылық тілеу. Одан кейін барып дұғадағы ең әдепсіз нәрсенің біреуі, теріс жаман нәрсенің біреуі мынау сабырсыздық таныту. Сабырсыздық таныту. Жаңағы яки болмаса қазір түсінік болу үшін сенімсіздік таныту. Осы мекен деген бір сөзді қосқым келіп тұр осы жерде. Осы дұға қабыл болар ма екен? Қабыл болмас па екен деген, осы мекен деген сөзді алып тастау керек. Қабыл болады, береді, келеді деп нақты айту керек. Сеніммен сұрау керек. Кәдімгі ең дүниеде сенімі күшті кім бізде? Бала?
бір күні бір имам жаңбыр жаумай қойыпты бір елде. Иә. Содан кейін имам айтқан көрінеді елдің жамағатына, келесі жұма күні жаңбыр сұраймыз. Жақсылап дәреттеріңізді алып, жақсылап дайындалып келіңіздер депті. Тасаттық береміз. Тасаттық деген бір намазы бар, соны оқимыз, дұғасын жасаймыз деп, истисқа деп. Содан барлығы ауыл-ауылға тарап, барлығы дайындалып жұмаға шығып, жұма күні енді жауын сұраймыз деп келсе, кішкентай бала қолына зонтик алып шығыпты, қолшатыр. Сөйтсе әкесі айтты ғой, балам, бұның не керегі бар? Енді біз жаңбыр сұрауға баратқан жоқпыз ба деп айтады дейді. Сонда барлығы бара жатыр, ешкім сенбейді. Көрдіңіз ба? Ішіндегі сенімі ең таза бала ғана. Сол мысалы, одан кейін мына баланы әкесі аспанға бүйтіп көтеріп ойнайды ғой, ап деп көтеріп. Біз өзі осы ап деген сөз ағылшынша ғой негізі. Жоғары мен өзім білемін, қазақтардың түбі ағылшынша оқығанбыз-ау біздің тілімізбен бірге. Өйткені бүйтіп көтерген балаға ап дейді ғой. Көтер деген сөз ғой енді. Ол қайдан кірді біздің қазаққа? Соған қарап ағылшындан бір нәрсеміз бар біздің. Енді осы баланы бүйтіп көтеріп ап қылып аспанға лақтырған кезде бала қорықпайды, күледі. Неге? Не себепті? Сенеді. Өйткені әкесіне сенімі бар оның. Мені құлатпайтындығына, мені қорғап алатынына сенімі бар. Ал ересек адамға көтерейін деп айтса, ешкім Мен қой дейміз ғой, қой дейміз ғой. құлатып аласың. Құлатасың. Өзіме тиіспеш дейді. Неге? Өйткені бала міне осы бала сенімменен дұға сұраса, ол сөзсіз қабыл болады. Негізгі шарттарының біреуі. Ең жақсы дұға туралы айтайық. Енді жаман айтып жатырмыз ғой. Ең жақсы дұға, қайсысы дұға? Біздің қазаққа өзі ең жақсысы керек өзі. Главный, сразу байып кететіні. Бірден мынау бізде майда-шүйде кәкір-шүкірге жүгірмейді бізде. Біздікі точно қабыл болатын, гарантированный печаты қойылған сертификаты бар дұға керек. Бүгін біздің осы Жібек жолы радиомызда GGFM-нен осы сертификатталған дұғаны таратамыз ба деймін. Әйелдердің мынау мерекесі қарсаңында, наурыз мерекесінде. Иә. Ең жақсы дұға қабыл болатын сөзсіз дұғалар хадистерде келеді, бірақ соның ең жоғарғысын айтып өтейін, ол біреудің дұғасы. Біреудің біреуге жасаған дұғасы қабыл. Сізге жасаған. Біреудің сізге жасаған дұғасы. Бұны зақырлы айып дейді. Сіз жоқ кезде сізге жасаған дұға. Сіздің осы бір жақсы адам, Құдайым, мысалы әйел адам күйеуіне деп айтайын, содан бастайық. Немесе балалар ата-анасына, яки болмаса ата-ана баласына сыртынан дұғашы болады ғой өзі. Осы ол адам естімейді де, білмейді де, баланың көңілі далада, ата-ананың көңілі балада, далада жүрген кезде ата-ана ғой тілеуін тілетін. Соның амандығын қалқан болып тұратын ата-ананың дұғасы. Салаты дауат мұстажаб, үш адамның тілегі қабыл, соның біреуі ата-ананың дұғасы қабыл дейді ғой. Енді сол қабылдық дұғасының ерекше құны артатын жері де осы сыртынан дұғашы болуы. Сыртынан дұғашы болу. Сондықтан осыны айтқан болар едім. Әйел кісілер, аналарымыз отағасының тілеуін үйде тілей отырыңыздар. Отағасы да сыртта жүргенде, Құдайым, осы менің бағыма, осы бір жақсы бір адамды кездестірдің. Осы адам ұзақ өмірлі болсын, дені сау болсын, ауырып жүрсе, Құдайым шипа берсін деп сіздер сұраңыздар. Оны бар әулиеге, молдаға, біреуге барудың қажеті жоқ. Өзіңіз сұрап үйреніңіз. Кәдімгі тікелей тілдесіп. Содан кейін достарыңыздан, елден, жұрттан біреудің батасын ала жүріңіздер. Өзі халқымызда да біреуге бүйтіп кетті. Дұғаңызға қосып жүріңіз, дұғада болыңыз аяқ деген жақсы сөз бар ғой. Сол дұға жасап жүріңізші деген сөз ғой. Дұға қылғанда мен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бір сахаба Меккеге шығыпты да қажылыққа. Сон пайғамбар бармапты ол жылы. Сон кетіп бара жатқан кезде айтты дейді ғой пайғамбар. Дұғада бол маған деп айтты. Қағбаға Меккеге барғанда маған дұғада бол деп. Сонда әлгі сахаба айтады, бүкіл әлемнің рахым болып келген пайғамбар маған дұға қыл дегенде дейді, басым көкке жетті дейді ғой. Сонда мен осы күйде сондай кісіге дұға қыламын ба деп, сондай басым қуанды. Тура сол сияқты біз дұғада сізге біреу дұғасын жасаса, онда сіз үлкен дәрежедесіз. Енді осының тескері жағы бар. Енді сізге қарғыс оқысашы біреу, Құдайым, осының маған әбден соры өтті. Құдайым, осы мені әбден қанады. Әбден мені әлбетте ең қасіретті дұға осы. Жаңағы айтып кетті қысқаша, қаш бұндай дұғадан. Сол үшін біреуге қиянат жасама дейтініміз сол. Тіпті ұлты бөлек. Осы жерде мына осыны бір ерекше атап өткім келіп тұр. Ұлты бөлек адам, діні бөлек адам, Құдайы бөлек адам, өзінің Құдайына, өзінің тілінде біз мұсылманды айтып жалынса, мыналардың соры маған өтті Құдайым десе, Алла соның тілеуін беріп, жаңа біздің елде кәпір деген сөз қолданады ғой, сол өздерінше мұсылманбыз деп жүргендер. Сол кәпірің Құдайға өз Құдайына, өз тілінде жалынса, сен мұсылман болсаң да Құдай соған жығып береді саған. Өйткені сен біреудің ақысына кіргенсің, біреудің көз жасына қалған адамсың. Сондықтан да ешқашан біреудің көз жасына, обалына қалма дейді ғой қазақ. Баланың соңын кескен кезде де
ала жіпті аттамасын деген түбінде терең мағына бар соның. Соны түсінуіміз керек, біздің ұлттық құндылығымызды ұстауымыз керекпіз. Сонда ғана біз түсініп өмірдің мәнін түсінеміз, барымыз түсіндіреміз. Мына елдің бәрі дамып анау роботқа кетіп жатқанда бізді артқа сүйреп жатыр деген емес, біз алға сүйреп жатырмыз. Алға даму үшін өткенімізді ұмытпауымыз керек. Ол біздің алдымызда шамшырақ болады. Мысалы айтайық, дұрыс, біз үлкен нәрсеге жеттік, бірақ ортамызда ынтымақ болмаса, ағайындық, бауырмашылық, бір-бірімізге дұға тілеу, бір-бірімізге қамқорлық, мейірім қағидаттар бізге сіңбесе, сіздің әлем билегеніңізде не пайда? Кімге керексіз сіз? Қандай жақсылығыңыз өтеді? Сондықтан да айтпақ болғаным, мынандай ғұламалар мынандай сөз айтады. Дұғаң бірден қабыл болса дейді, тілеген тілегің, батаң бірден қабыл болса айтқан кезде, онда ол сенің жақсылығынан қабыл болды дейді. Яғни таза жүруің, шын ниетің, ақ көңілдігің, ақ пейілдігің, әйтеуір өзіңе байланысты дейді. Егер қабыл болмай жатса дейді, онда Құдайдың жақсылығы дейді. Неге? Өйткені Алла біледі, саған керек бол, керек жоқ па? Мысалы, сіз көлік сұрап жатсыз. Көлік сұрап жатсыз. Мен сізге бір айтайын, үй жоқ, баспанасы жоқтар. Әйелі мен күйеуі баспанасы жоқ, пәтерден пәтерге жүрген қазақпыз. Ал енді мен соның куәсін бір оқиғасын айтып берейін. Пәтер жоқ, харекет қоры болып, оған үй алып бердік. Жақсы болды деп ойлайсыз ба? Күнде ертең жұмысқа баратын жігіт жұмысты қойды. Бармайды жұмысқа. Өйткені үйі бар болды. Істемеймін дейді. Бұрын үйінің квартплатасын төлеймін деп тоқтамай жұмыс істейтін. Енді еркек жұмысты қойды дейді. Жатқан адам не істейді? Телефон шыққойды. Телефон шыққаннан кейін басқа біреудің менен хат алса бастаған. Содан кейін бір айға жетпей, әйел телефон қараса, бөтен біреуге шатасып, сөйтіп отбасымен ажырасу халіне барып, ақыры ажырасыппын да. Сонымен не болды аяғы? Екеуі соттасып, үйді бөліп алды, екеуі тағы үйсіз қалды. Ақшаны мынау жаратты, одан қалған ақшаны мынау жаратты. Ал неге жеттік біз? Көрдіңіз ба? Сондықтан да кей кезде әр нәрсе қаймен, үйсіз жүрген қайырлы деген түсінікті емес бұл. Бұл жерде сізге қайырлысын сұраңыздар, берекесін, соның қызығын, түпкілікті соның қызығын көруге жазмаған деңіздер. Бала да сондай. Баланың маған жақсылығын көреміз, өсіп 25-ке келгеннен кейін көрсететін дәңгір таяқты ойнатып басыңа көрсетері бар ма, Құдай біледі. Ғашығың бар, бір жігітті жақсы көресің, мүмкін ол жауыз шығар, мүмкін ол жаңа газлайтер шығар, қазір тілмен айтатын болсақ. Әбден жаңағы сен ұрып соғатын бір сондай жауыз адам шығар, зұлым адам шығар. Сұлу болған болса, онда көзіңе шөп салатын шығар, білмейсің. Сондықтан қайырлысын сұрасаң, не болса да өмірің тыныштықта өтеді. Осы әңгімеден түйгеніміз, батамен ел көгереді. Демек, бата алуға тырысу керек. Әлбетте. Осы қазақтың мынау наурыздағы ақмол болсын, одан кейін барып әшейін кездегі баталарының барлығы нені үйретеді? Бірлікті, татулықты, мына үлкендердің баты сол дұға ғой ол. Түбі дұға түбінде. Тілек тұр, ниет тұр бәрібір. Оны қазақ халқы әдемі сөздермен, мотивация беретін сөздермен, серпінін оятатын, кәдімгі бір жетектейтін, жігер беретін, біздің өзіміздің тіліміздің кеңдігі, даралығы, мынау ұлттық кодымыздың ішіндегі мына сөз сөйлеу өнерінің кеңдігін көрсетеді. Соныменен дұғаларды кең қылып алып келіп, мына қонаққа барғанда сыйлық беріңдер деген. Сонда сахабалар біздің жағдайымыз жоқ беретін деген кезде жақсы сөз, батаның өзі, дастархандар алғыс айтып, бата білдірудің өзі, біз соны аяймыз ғой. Біз сондай халге жеттік, бір нәрсе беру түгіл сөзді аяймыз. Сөзді аяймыз. Рахмет, Алла разы болсын, денің сау болсын деп, анау бүкіл жақсы сөзді айта берсеңіз, адам руханиді кемелденеді, жасыратыны жоқ. Содан нәр алады, қуат алады. Мысалы, мен өз басым имам ретінде талай адамның батасын алғам. Неге? Өйткені мен өзім ойлаймын, осы халге жетуінің сол көптің батасы деп ойлаймын. Өйткені бір нәрсені дәметкен емеспін. Барып тұрып не берер екен? Осы маған теңге бере ме, доллар бере ме, каспимен бере ме, қолыма нақ бере ме деп ойлаған емеспін. Бергені берер, бермесе ең соңында есіктің аузына тұрып, рахмет, бала шағаңның қызығын көр, қатарың алды бол деп бала кезінен естіген сол дұғалардың ырысы бұл. Алла тағала ырысты беретін Алла, нәсіпті беретін Алла, істі бастыратын Алла. Қазақ халқында бір жақсы сөз бар. Азаматтың жаңа тағына талассаң да бағына таласамайсың дейді. Сол бағын кім береді? Бақшама, Алла береді. Таудай талаптан бармақтай бақ артық деген сол бақты беретін Алла. Сол үшін осыны жақсы ұстасақ біз ғажап боламыз. Ол ғана алып келетін осы біздің тілдік қорымыздағы бата, тілектер, ниеттер, біреудің дұғасын алу, бұл үлкен ғажап дүние. Балалардың қолға су құйғанның түбі не жатыр? Тәрбиелік, ізеттілік, құрмет,
түбінде не тұр? Бата тұр бәрі. Бата. Ой көп жаса, азамат бол, үлкен азамат бол деген, қатарың алды бол деген жаман сөзбен сол. Мен содан қатардың алды болған. Қазір мынау елге қызмет қылып, халықтың көз алдында жүрген азаматтар солардың бір қызметі өткен, Аллаға жаққан, бір батасы қабыл болған деп түсінуіміз керек. Тамаша, бізге келіп жатқан сұрақтар бар. Қазір біртіндеп оқиық. Саламатсыз ба дейді, ораза ұстадым, тамағым ангина болып ауырып тұр, тұзды сумен шайсам, ораза бұзыла ма? Деген сұрақ бар. Жұтпау керек, жұтпаса бұзылмайды. 3 перзентім бар дейді. Екеуі ерекше балалар, сборға ақша жинайым деп статусқа қойсам, күйеуім қойма ұятқа қалдырасың бізді деп ұрсат дейді. Расында ақша жетпей жатыр. Мен оның сөзін тыңдамай, баламның еміне халықтан ақша жинасам, ол күнәма және ұят па? Өтініш осыған жауап беріңізші деп жазып жатыр. Ертең осы қаражат сіз бұны әйел адам өз тікелей қойғаннан бұрын бұны мынау заңды біз құжатпен жұмыс істеуіміз керек қой. Ертең күні осы мысалы айтайық, оның қазір мынау отбасының науқас балаларына ақша жинаймыз, ерекше балаларға ақша жинаймыз деп бір емес бірнеше адамдар жауапқа тартылып жатқанын қазір бүкіл ел болып көріп жатырмыз. Ақша жинаған түбі алаяқтық бабымен іс қозғалып өте жаман болды. Сондықтан айтқан болар едім, кейде еркектің аттен асып түсіп істеген ісі жақсы болмайды. Өзі отаға деген бар ғой, отағасы біледі. Өзі аштан қалып жатқан жоқ шығарсыздар. Ел болса, мысалы кез келген жерге барса, ұйымдастырып көмек бере алады. Кем дегенде бір тамағыңызды алып беруге кез келген қазақтың шамасы бар шығар. Жетпейтін дүние былай да жетпейді. Ешқашан жетпейді. Сондықтан қажеттік болса, жаңа тиісті құжаттарын өткізіп, содан кейін мүмкін сбор бола ма, басқа бола ма, көрсеңіздер болатын шығар. Келесі сұрақ, сәлеметсіз бе Нұрлан аға, күйеуім темір тордың ар жағында жатыр, қандай дұғалар оқысам болады? Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға біреу келіп, осы баласының осындай абақтыға түсіп қалған айтқан кезде, ла хаула ва ла қувата илля билля деп осы дұғаны үйреткен. Осы бар күш құдірет Алланың қолында деп. Енді мен сізге айтқан болар едім, тек қана дұғамен отыра бермей, намазды қосыңыз деп айтқан болар едім. Рахмет. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе ұстаз, мен Алматыдан жазып тұрмын дейді, ораза ұстап жүрмін. Сәресінде сізді прямой эфирдан көріп отырып ауыз бекітіп едім дейді. Содан ауыз бекіткеннен кейін давлением көтеріліп дәрі ішіп алдым. Енді аузым ашылып кетті ме дейді. Дәрі ішкеннен кейін ораза ашылады, айттан кейін бір күн ұстап қоясыз, болды. Алла шипа берсін, уайымдамаңыз. Адамбыз ғой, бәріміз ауырамыз, ұйықтап қаламыз, басқа жағдай болады. Адамның зорлап, қинап ұсталмайды ештеңе. Кейін елден кейін, айттан кейін ұсталмаған күндеріңіз ұстайсыз. Тағы оразаға қатысты сұрақ. Оразаның бастапқы 10 күнде жөтел пайда болды. Жөтеліп қақырып жүрсем де ұстай бердім. Бұл дұрыс па, әлде жөтел басылған соң ұстаған дұрыс па дейді. Жақын арада 3-4 жыл басылмаса 3-4 жыл ұстамайсыз ба? Мен де жөтеліп жүрмін, екеуміз жөтел жүріп ұстай берейік. Келесі сұрақ. Жөтелгеннің оразаға зияны жоқ. Ассалаумағалейкум, менің сұрағым дейді, әкеме деген өкпем жиналып қалды. Бала кезде көп мазақтайтын, ол кезде намаз оқитын, одан кейін ішімдік ішетін болды. Сосын анаммен біздің мазамызды ала бастады. Қысқасы бізді өлтіруге дейін барды. Қазір біз бой жеткелі бізден тартынады. Бірақ анамның мазасын алып қойды. Менің көңілім қатты қалды. Әкемнен арамыз суып кетті. Анамның бір сөзі ғана ұстап тұр. Тіпті сөйлескім де келмейді. Сол үшін бөлек шықтым, өйткені үйде менің де бала шағамды мазалап қоймайды. Бір-біріне айдап салады. Соған не істесем екен дейді. Ел болғаннан кейін әртүрлі адам бар. Оның ісі әлбетте дұрыс емес. Анаңызды қорлағаны, сіздерге ондай мейірімсіздік жасағаны, бірақ ақтаңыз. Әкеңіз ғой. Қазір сізді осы бізге жазып тұрған хабарламаңызды жазуға себепкер болған адам, сіздің өмірге келіп біздің даусымызды естіп бізді көруге себепкер болған әкеңізді ақтай біліңіз. Егер сіз оны ақтасаңыз, періштелер сізді жақтайды, ісіңіз алға басады, бай боласыз, ісіңіз оң болады. Әкесін ренжіткен адамның ісі жақсы болмайды. Ал енді реніш туралы айтайын. Өзіңіз ойлаңызшы. Сіз кішкентай қазір ғой, енді оң солыңды білген кезде сіз енді қазір таразылап жатсыз. Бірақ сен бөпе болғанда, шақалақ болған кезде сенің анаңды бақты, асырады. Оның кейбір адамдардың сондай мінезі, білмеймін, болмысы ма, жаңа газдайтыр деген сөзді бекер қосқан жоқпын ғой. Ұрып, соғып, яки болмаса шымшып, немесе жаңаға тиісіп, кейбір адамдар жетесіздік па, жоқ іштегі өзінің әкесінен қалған травма ма, сіз айтқан, содан өшін әйелінен, балалардан алып жүретін кейбір ақылы кем кісілер бар.
бұны бір кемдік деп түсініңіз. Қалай болғанда да жер бетіндегі жақсы әкені саған ешкім бермейді. Сол бір әке өліп қалса, соған жаназа шығарып оқытатын сендерсіздер. Сіз дүниеден өтсеңіз, сіздің сол әкеңіздің бәленшенің қызы деп айтылады. Сіздің жеке куәлігіңізде бәленшенің қызы деп жазылып тұр. Сондықтан сіз оны қалайсыз ба, қаламайсыз ба, психологқа барып сізде оны кешірдім дегеніңіз бір теңгері жоқ. Сізге өмір сыйлаған адам. Жаңағы айтып отқан анаңыздың ортасына сіз түспеңіз. Анаңыз ақымақ емес. Күйеуіңіздің бір жақсылығы бар. Жақсылығы болғаннан кейін қасынан безіп кетпей өмір сүріп жатқан жері бар. Сондықтан кешірімдікке келіңіз. Сіз өз өміріңіз жақсы болсын десеңіз, Құдай қосқан жарыңызға жақсы қарап, өз әкеңізді құрметтей біліңіз. Мына өз әкесін осылай жамандап отырған қыздар, сіздер естіп едіңіздер, күйеулеріңіз папасын жамандай ма? Жоқ. Күйеулер, күйеулер әкесін жамандағандар, әйелдер өз әкесін, шешесін жамандай ма? Қарға да баласын, ол да анасын бір-бірін аппағым деп бір-біріне жақсы ниетпен қаралады. Құс екеш құстың өзі. Сондықтан ақтай біліңіздер. Оның ісін емес, оның ісі жақсы емес. Ұрының адам ретінде жақсы көреміз, бірақ оның ісі жаман. Коррупционердің өзі жақсы, адам ол, біздің азамат, ол мемлекетіміздің, бірақ оның ісі жаман. Сол сияқты істі жек көріңіздер, бірақ адамның тұлғасына, тұла бойын біз жақсы көре білейік, қадірлей білейік. Сонда іс дұрыс болады. Рахмет. Келесі сұрақ, Нұрлан аға, эпилепсиям бар, күніне 3-4 рет дейді. Тіпті арасында 7-8 рет өзімді жайсыз сезінем дейді. Бұл ауру ораза ұстауға қарыз болмай ма? Енді жаңағы эпилепсиясы бар адам, егер жаңағы ұзақ уақыт жатып қалатын болса, жаңағы есінен танып, онда ораза ұстамауына болады деп келеді. Неге? Өйткені бірер намаздың уақытысы болса, тіпті сол талып жатқан кезде намаздарда қаза болмайды дейді, яғни кешіріліп кетеді. Ораза да тура солай. Егер адам кома сияқты халге түсіп, мейлі медикаментозный немесе өзі сондай бір халге түсіп қалатын болса, бұл адамның мойнынан сол күнгі ораза түсіп қалуы да ықтимал. Бірақ егер сіз дәрі ішпей, су ішпей, сәл мына кейбіреу бас ауырып құлап қалады, сәл аяқ қолы тыпырлап құлап қалатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір әйел келіп, мен осындай құлап қалатын талмам бар еді, мен бірақ ол талмадан қысылып жатқан жоқпын, құлаған кезде етегім ашылып қалып жатыр, ел күліп, ұятта абейірім төгіліп жатыр деген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылып берді дейді. Сол күннен бастап әлгі әйел намазда сәждеге барған кезде жай ғана бір жағына құлап қалады екен. Яғни етек жең ашылмайды екен. Сондықтан Алла сізге бірінші шипа берсін. Енді әркімнің жағдайы әрқилы, өз жағдайыңызды қарап көріңіз. Егер дәріге мұқтаж болып, дәрі ішу керек болатын болсаңыз, тастамаңыз деп айтқым келеді. Рахмет. Сәлеметсіз бе Нұрлан аға, ораза қабыл болсын. Егер мен Фатиха және басқа сүрелерді араб тілінде қате оқысам, бұл күнә ма дейді. Жоқ, біздің бала тілді ғой, енді жаңадан үйреніп келе жатқан. Анау күнә, мынау күнә. Мен де сонда әлеуметтік желіден видеолар көрем. Бұлай оқысаң күнәһарсың, бүйтсең өссең күнәһарсың. Тай басқан балаларды дұрыстап баспасаң, аяғыңды бір жағына қисетсең, ұрып соғам деген сияқты ғой. Ол жоқ, ондай емес. Жаңадан үйренген адам үйренеді. Енді қазір ғаламтор бар, үйдің қасында мешіттері бар. Қолыңыз бос кезде сол имамдарға барып, ұстаздарға барып, түзетіп алыңыз. YouTube желісінде тола, барлық әлеуметтік желіде Құрандар тола ғой. Бүкіл керек аяттың барлығын жазсаңыз, сізге оқу мәдісімен ұнаған дауыспенен шығады, соны үйренсеңіз жақсы болады. Көш жүре келе түзеледі. Рахмет. Нұрлан аға, дұға тілегенде, дұға тілеудің де өзіндік тәртібі бар ма? Әлбетте бар. Қандай? Бірінші мынаны айтқым келеді, Алла ұялады екен. Құдай ұялады. Құдай ұялшаң негізі. Ұят деген жақсы қасиет өзі. Бірақ Құдай да ұялады екен да. Құдайдың ұялшаңдығы дейді, пенде дұға қылғанда келеді дейді. Соның қолын бос қайтарғанға ұялады екен де Алла Тағала. Біз де қоймай есікті тақылдатып атымыз, бер деп, маған қолымды жай бер осын деп. Алла біліп тұр, ол саған жақсы емес керек. Бірақ тіпті кешіктіріп берген жақсы көреді. Неге? Өйткені адамның дауысын естігісі келеді. Мысалы анау ақша, мысалы күйеуінен әйеліне ақша сұраса, сразу бермейді ғой. Әбден жоқ, бермейді, жүріп алады. Сосын қалтасына кіресің, өйтіп суырып аласың алдан мақтап. Сол сияқты соның өзі еркекке не үшін дейсіздер ғой? Мысалы ер адаммын ғой мен, неге? Сол кейбір еркек содан ләззат алады, кайф алады. Жаңағы әйелдің жүгіріп жүргенінен, анау өзім еркек сезініп қалады да бүйтіп, мен таптым деп. Тап сол сияқты
Алла тағала адамның сұрағаннан қайта дауысын естігісі келеді. Бір сүйікті дауыс болады да ол. Сондықтан Алла ұялады. Ал енді дұға тұраудың ережесі бар, әлбетте өзінің қабыл болатын уақыттары. Мына оразада ауыз ашатын кезде, сәресінде, жалғыз отырып қалғанда, кейде көппен отырғанда да, жаңбыр жауған кезде, азан мен қаматтың ортасында, жұма күндері, түннің бір уағында дұғалар қабыл болады. Одан кейін қиналған кездегі дұғалар қабыл болады. Жол жүрген адамның дұғасы қабыл болады. Ата-анасының дұғасы қабыл болады. Міне бұл қабыл болатын сәттер. Енді дұға тұраудың ережелері, әдептері. Дұға сұраудың өзі әдептері өте көп. Ол сол дұғаның сұраған кезде біз ережесіменен, тәртібіменен, жолыменен сұрай білуіміз керек. Яғни қаншалықты біз ережесімен, тәртібімен сұрасақ, онда оның тез өтуі қабыл болады. Енді дұғалардың үлкені қайсы десеңіздер, Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыздың өзінің жасаған дұғалары өтімдірек болады. Өйткені пайғамбардың дұғалары десе де, дұғаны біздікілер былай жасайды. Бір рет жасайды, содан кейін контрольне екінші рет жасайды, содан кейін болмай жатыр, қойшы дейді да, қоя салады. Енді мысалы сіз үйленетін кезде қыздың ғана айттырып немесе жаңағы предложение дейді ғой қазір мен жаңағы сөз салған кезде айтқан кезде қыз сразу көнсе, мына қыз подозрительно сразу көнді, бір бәлесі бар ау дейді. Неге? Өйткені тіпті күмән пайда болады. Яғни ол да кішкене созып, ол да біраз кішкене қазіргі тілмен айтқанда ер жігіт айтады, ырбиып нағып жүрсің сол кезде сразу келіспейсің бе деп. Ақыры көндің ғой деп. Сол сияқты кішкене созған сайын келісім бермей бір құнды болған сияқты болады да. Сондықтан да дұғаны көп сұраңыздар деп айтқым келеді. Үздіксіз сұрай беріңіздер. Сонда ол жақсы болады. Екіншісі, мынау жасырын сұрауған жақсы. Айғайлап, ой құдайым бер деп емес, кәдімгі сыбырлап, сөйлескендей. Өз сыбырлап кім сөйлеседі? Бала? Жоқ. Жақындар сөйлеседі. Жақындар? Мен секретпен айтам ғой сізге сыбырлап. Құлағыңыз жақын ұстайсыз. Сонда сіз бүйтіп жақындайсыз. Тура сол сияқты сыбырлағанды Құдай естімей ме дегендей, сыбырлап сұрасаң жақсы болады. Өйткені сенің сыбырыңды Құдай бүйтіп, құлағын созып саған жақындағандай. Өйткені сен жақыныңа айтып тұрсың да, ой деп қайыр емес, кәдімгі жақыныма, менің осындай бір секретный дұғам бар деген нәрсе. Яғни осы дұғалар қабыл болады. Одан кейін көп дұға қылған сайын періштелер мына таныс дауыс, белгілі дауысы періштелердің өзіне құлақтарына үйренеді. Содан кейін жаңа айтқан берекелі уақыттарда, оразада, арафатта, таң уақытысында да, сәждеде, жаңбырда, қыблаға қарап дұға еткенде, Мұхаммед саллаллаху алейхи дұға қылған кезде қолын биік көтерген. Кәдімгі анау біздің Қыдыр атамыздың іспеті, бүйтіп қолын бүйтіп жоғары көтеріп аспанға қаратып, мына алақанды көкке қаратып бүйтіп тұрып, бүйтіп мынау бүрісіп емес, кәдімгі кең бүйтіп тұрып, бұлай кәдімгі молынан бер маған осы бүйтіп Қыдыр атамыздың ақ шапанмен, ақ сақалмен сипатын бізде мынау театрлық қойылымдар қояды ғой наурызда. Сол театрлық қойылымдарда Қыдыр атаны біздің мына артист нелеріміз, өнердегі адамдар өте жақсы суреттейді. Негізі дұғаның сипаты солай болу керек. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи дұға қылғанда дейді, қолтығының астын көрінер еді дейді. Яғни кең бүйтіп тұр қолды ұстайтын еді. Біздікілер бұрып, кәдімгі бір шпиондар сияқты көрінбей қашып тығылып үйреніп қалған, қашып ұшқан заманда, сол қашып ұшып үйренген заманда. Жоқ, кәдімгі кең қайырып бүйтіп тұрып, сұрап жатқанда, мына қол жаюдағы негізгі мақсат сұраушының іспетін көрсетеді. Сұраушы бұл. Алақанды ашып тұрып, кәдімгі мына намаздың қыбласы Мекке. Дұғаның қыбласы Қағба, аспан. Дұғаның қыбласы аспан, намаздың қыбласы Мекке, Қағба. Сондықтан ал дұғаның қыбласы ол аспан болады. Сосын аспанға қаратып тұрып, бүйтіп тұрып қолыңа берсе, мысалы бүйтіп тұрып сізге лақтырып жібергенде, әкел деп тосып алатын сияқты болды. Қағып алатындай. Қағып алатындай болды. Бүйтіп тұру керек та. Ол әйел адамға да. Әйел адамға да, еркек адамға да. Бірақ енді әйел адамдікі кішкене бәрібір мынау биязлы, әйел адам еркектен қолын ұзағырақ созып жүрмеу керек алысқа. Бір қол созу дегеннен есіме түсіп кетті. Пайғамбарымыз қайтыс болардың алдында сахабалардың жаңағы әйелдерінің ішінде сөз болыпты. Осы сіз қайтыс болып кетсеңіз, қайсымыз бірінші сізден кейін қайтыс боламыз деген ғой. Сөйтсе жаңағы қол ұзының қайтыс болады деген екен. Сөзде әйелдері тұрып алып қолын өлшепті. Менің қолым ұзын ба? Пайғамбарымыз қараса күліпті де қойыпты. Сөйтсе қолы ашықтар, жомарт
Сауда бин Замға деген әйелі болған. Сол Сауда бин Замға деген әйелі бірінші қайтыс болып кеткен екен пайғамбардан кейін ақ. Міне сол жаңағы мынау ұқсатып айту деген сөз ғой. Одан кейін барып мынау қолды жайған кезде дейді пайғамбарымыздың иығындағы шапан түсіп кетеді екен. Мына иыққа жамылатын кезде сол шапан түсіп қалады екен, сонша сырпырлап, яғни бүйтіп кең жаяды деген сөз ғой. Сол дұға тек Алладан ғана сұраңыздар. Ортаға ешкімді қоюдың керегі жоқ. Жақсылық амал беріп істеңіздер. Қазақ қана халқымызда берде жалын деген бар ғой, жалын деп сұра дейді. Бірінші жақсылық істеп барып сұра дейді. Қайыр беріп барып сұра, жетімнің басын сипап сұра, әйеліңе сыйлық беріп сұра, білмеймін, балалардың аузына тамақ салып сұра, әйтеуір бір жетімді жол көрсетіп барып сұра, әйтеуір бір мұқтаждықтарыңызды сұрағанда кезде сондай болу керек. Одан кейін дұға бата ұйқасты болмау керек. Ол шарт емес. Енді біздің қазақ халқының ұйқастығы мынау батада өте кең ғой. Бұл жақсы нәрсе. Бірақ кейбір адамдар ұйқастырам деп жүріп, бұзып алады да, бір керек емес сөздер ішіне қосылып кетеді. Мына керекті, нақты, қажетті болған нәрселер, пайдалы болған сөздерді құрау керек. Жаңа болмасын, отпасын, келмесін, шоқпасын деген сияқты аяқтары сөздің аяғы ұқсасты болуы шарт емес. Шын жүректен шығу. Одан кейін сеніммен жасаңыздар. Сенім нақты қабыл болады деп. Одан кейін әрбір дұғада пайғамбарымыз не айтты? Мөр басыңдар деді. Әрбір дұғаның соңында мөр деген әумин деген сөз. Әмин деген сөз. Тыңдап отқан адам айтып отса, бізде әумин дейді. Мысалы мен өзім имаммын, дұға қылған кезде бәрі әумин дейді. Мен бірақ айтайын қай уақытта әмин дейтін. Алла сізге ұзақ өмір берсін десең әумин дейді. Бай болуды нәсіп етсін сен әумин дейді. Бала шағың қызың көр десе әумин дейді. Алла саған ораза ұстау, бір жақсылық, қажылыққа бару, намаз оқу нәсіп болсын десең әумин демейді. Тұрады. Кішкене өтіп кетсінші дейді да. Сәл ұнамайтын жерлері өтіп кетсін дейді. Сондықтан ол жақсы нәрсе емес. Олардан кейін дұғаны дәретпен жасап үйреніңіздер. Тазалық күйінде, одан кейін қыблаға қарап, мынау бастықтарға да барып бір нәрсе сұрағанда қалай сұраймыз? Басеке, осы сіздің жасап жатқан еңбегіңіз өте жақсы. Басеке деп барып, әбден жұмсартып, жібітіп барып, сөйтіп құдды сол сияқты пенде де Алласына қайырылған кезде Алланың 99 атыменен дейді. Жаңа кешірімді, мейірімді, рахымды, жасырушы осы аттардың барлығын айтып барып сұраса, дұғаның тез қабыл болуының бірден бір уақыттары сәтіне түскен болады. Күнәдан бір жаманшылықтан қайтып барып, күнәдан өзін тыйып барып сұрау керек. Енді мына ғалымдардың ортасында тәуәссүл деген нәрсе бар, кішкене таласты мәселе, ол жаңағы ортаға бір нәрсе қойып сұрау. Бір нәрсе қойып сұрау. Ол қалай ортаға? Серік қосып, жаңа мысалы осы аруақ үшін деген сияқты жақсы амалды қоюға болады. Жақсы амалды қоюға болады, бірақ аруақ мәселесінде кішкене ғалымдардың ортасында талас бар, тәуәссүл мәселесінде. Болады дегендер бар, бірақ түбі қорқынышты болғаннан кейін бұл қажет емес дейді. Тікелей өзі сұрай берсін дейді. Құранда да солай көреді ғой. Солай келеді. Ийяка набуду деп Фатихада келеді. Саған құлшылық қылып бір, ва ияка настаин, сенен жәрдем сұраймын дейді. Және дұғасы әрдайым қабыл болатын адам болатындар барады. Осы аузындағы дұғасы айтқан уақытында қабыл болатын адамдар бар. Соның ең біріншісі бұл әл-мұттар. Яғни қатты мұқтаж болған адам, қатты қиналып тұрған адам. Болды, бұдан басқа тірелетін жер жоқ. Алла, бітті, менің біткен жерім осы деген адам дұғасы қабыл болады дейді. Өйткені әбден жаңағы тұңғиықта тіреліп тұрған адам. Болды, баратын, басатын жері жоқ, баса шығар тауы жоқ, тіреліп тұрған адамның дұғасы қабыл болады. Ұмытпаңыздар. Екіншісі мазлум. Зұлымдықта қалған адам. Жазықсыздан жазықсыз біреуден опық жесең, сенің дұғаң сөзсіз қабыл болады. Келесі әке-шешенің дұғасы, ата-ананың баласына деген дұғасы сөзсіз қабыл болады. Ла шакка фихинде, күмәндарыңыз болмасын дейді. Келесі дұға қабыл болатын дұғаның біреуі әл-имамул адл, ол әділетті патша, басшы, мемлекет басшысының дұғасы қабыл болады. Ол қай жерде болмасын, қағбаға кіре ме, қағбаға кірмей ме, үйде отыра ма, таңда отыра ма, осы елім, халқым деп зар илеген басшының тілеуі қабыл болады. Одан кейін барып баланың ата-анасына да дұғасы қабыл болады. Біз айтамыз, әке-шешенің баласына дұғасы қабыл болады дейміз ғой.
тура сол сияқты балалардың да ата анасына дұғасы қабыл болады, ұмытпағайсыздар. Одан кейін күнәдан қашқан адам, одан кейін тәубе еткен адамның дұғасы, тәубе еткен аттайыбыдан бен, яғни күнәдан қайтып тәубе ет, болды, мен екінші істемеймін, осы күнә өтті менен деп шынайы тәубе қылған адамның дұғасы қабыл болады, сапардағы адамның дұғалары қабыл болады. Рахмет аға. Енді осы тақырыпты қорытындылайық. Мұсылманның қорғаны дұға дедік. Көкке ұшыратын, арманыңызды самғап сіздің қолыңызға алып келетін, балаларыңыздың қуанышын көруге жазатын жақсы сөз, жарымырыс сөзсіз дұға болады. Ад-дұға мифтахур рахма, бүкіл Құдайдың жақсылығының кілті ол дұғада тұрады. Балаға тәлім тәрбиенің ең жоғарғы дәрежесі дұғамен басталу керек. Біз өзі ананың құрсағына біткен баланы сипап, анасы да әкесі де дұға қылады. Дүниеге келгенше жақсы бала туылсын деп дұға қылады. Туылады, дұға қылады, өмір сүреді, дұға қылады. Әйтеуір дұғамен өседі бала. Қараңызшы, дұғамен өседі. Қазақта бала сылаумен өседі, қарық қылаумен өседі дейді. Сылаған сайын дұға қылады. Ұсақ өмір берсін, денің сау болсын, сенің күнің берекелді болсын дейді. Міне осы дұғаларымыз аналарымыздың елдің қабыл болсын. Мына Наурыз, ораза, көктемнің шуақты күндері дұғамыз қабыл болсын, қазақтың дұғасы қабыл болсын, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, алдымыздағы күндеріміз ырысты, нәсіпті болсын деген келеді. Рахмет Нұрлан аға. Әр шаңыраққа Жібек жолы радиосында құт береке тілейді. Тілеген жақсы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бұл киелі кеңістік хабары. Рух пен жүрегінде өскенде кеңістік те киеленеді. Эфирде болмысқа бойлайтын уақыт. Киелі кеңістік хабары.